Мен Баймолла Күлмесхан, 60 жылы 3 айдың 15-і толғанмын. Мен қазір 3 адамға арызданып келіп отырмын. Біріншісі інімнің баласы Теңілқан Қалбият, Теңілқан Таңғыт. Бұл 1996 жылы 8 айдың 15-і толған. Мына менің қайнепекемнің күйеу баласы. Өзім келіннің ағасының баласы, бір жақ құда бала, бір жақ күйеу бала болады. Бұл да мына осы екеуі, мұның аты Ұлан, Салтанат Ұлан. Қалибетпен екеуі бір-біріне Решатта жұмаға алып болсын деп жазған үшін, мына екеуінде 2018 жылдың 4 айында Қытайдың саяси лагері, концлагерінің түрмесіне қамаған екеуінде, түрме ғой енді. Мына Теңілқан Таңғыт, Теңілқан Қалбият 2018 жылдың 1 айында есінен адасты деген диагноз қойып, больницаға келген. Сақшы алып келген, екі жағында 2 сақшы бар, әкесі мен шешесін шақыртқан. Бұл бір апта бойы көзін ашпай, көзі ашық бет, көзін жұмбай жатқан. Бір аптадан кейін бұл жынды болып қалған. Оның кейін мынау саяси лагерге қайталып кетіп, бұны 15 жылға, 2018 жылдың 9 айында 15 жылға соттап жүрген. Мен Қытай өкіметінен талап ететін, осы баланы түрмеден шығармайынша мен арызымды тоқтатпаймын. Мұның денсаулығына нұқсан жетті. Мұны ұрды ма, соқты ма, әйтпесе бұл сап-сау кеткен бала, аяқ астынан есінен адасып, бұл сау бала жынды болмайды ғой. Бұны концлагерінің, саяси концлагерінің түрмесінен шығарсын. Шығармаса мен бұл баланы Теңілқан Қалбият, Чаушек, Іле Қазақ автономиялы облысы, Тарғабатай аймағы, Чаушек қаласы, Чаши ауылы, Қоскөпір қыстағында тұрады. Содан кейін мұның әкесі Мақсұтхан Теңілқан, артынан кейін осы әкесін де ұстаған. Мұны да соттап жүрген. Бұны не туралы ұстады, оның хабарым жоқ. Бізге не телефонмен хабарласпайды, не WeChatта хабарласпайды, ешқандай хабарсызбын. Осы екеуін Қытай өкіметінің шығаруын талап етемін. Шығармаса, мен осыларды шығарғанша арыздана беремін, арызымды тоқтатпаймын. Мынау менің қайнепекемнің күйеу баласы, мынау әйел бір баласымен бұл қараусыз қалды. Бұл да Іле Қазақ автономиялы облысы, Тарғабатай аймағы, Чаушек қаласы, Чаши ауылы, Жандыбай қыстағында тұрады. Мұны да соттап жүрді деп естідім. Бұл да 15 жылға кеткен болуы мүмкін, қанша жыл екен. Хабарласа алмаймыз. Ешқандай хабарсыз, не телефонмен, не WeChatпен хабарласа алмаймыз. Бәрін бізден өшіріп тастады. Бұны да түрмеден шығармайынша мен арызымды тоқтатпаймын, арыздана беремін. Қытай өкіметінен сұрайтын нем, мен түрмеден босатсын.